Сәлем достар, сіздермен мен Айгерім. Сіздермен бүгін жет шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдыменен каналыма тіркеліп, қоңырауша басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдыменен ыдысымызға жылы суымызды, тұзымызды, қантымызды, ашытқымызды және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тұзымыз, қантымыз барлығы еру қажет. Одан соң ұн-илегіштің көмегімен өткізіп, ұнымызды өткізіп алатын боламыз. Сосын осылай лопатаның көмегімен немесе қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін екінші рет тағы илеп салып, осылай қамыр жақсылап илеп алатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ болады, себебі құрамында май болғандықтан ашытуға 1 сағатқа қойып қоямыз, жылы жерге бетін жауып. 1 сағаттан соң қамырымыз ашыды. Ашыған қамырды 7 бөлікке бөліп аламыз. Тараздың көмегімен немесе осылай мен сияқты көз мөлшеріменен бөліктерге бөліп алсаңыз болады. Мендегі рецепт 7 бөлшек шелпекке жетеді. Осылай 7-ге бөліп, бетін жауып, шетінен алып жайып алатын боламыз. Ұн сеуіп отырып жайып алатын боламыз. Дөңгелек етіп, шет-шетін басу арқылы жайып аламыз. Осылай дәл видеодағыдай етіп, жетеуінде жайып алатын боламыз. Екіншісін көрсететін боламын. Осылай шет-шетін басу арқылы, одан кейін соңында ортасын басуменен дөңгелек етіп, шелпегімізді жайып аламыз. Алдын ала майымызды қыздырып қоятын боламыз. Қыздырылып тұрған майға салып, қуырып алатын боламыз. Қызартып, пісіріп алатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Астыңғы бөлімге өтіп көре аласыздар. Және де каналымда түрлі рецепттер бар. Каналыма да өтіп көріп, ұнаса достарыңызбен де бөлісіп отырсаңыздар болады. Осылай екі бетін аударып, қызартып, пісіріп аламыз. Шелпектеріміздің барлығы пісіп шықты, өте жұмсақ, өте дәмді болған. Дәл осы рецептпенен жасап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.